Ассалаумағалейкум. Баспаналы болу әр отбасының арманы. Осы асыл арманымызға қалай жетеміз? Өмірінде баспананы жалға алмаған жан жоқ шығар. Жалпы сіздің қалаңызда бір бөлмелі пәтерді бір айға жалға алатын болсақ, қанша ақша төлеу керек? Қалаң ішінде 100 мың, 150 мың солай деп жатыр. 65 мың, 70 мыңдай болады. Пәтерлердің құны 35, 40, 50 әртүрлі әр жерде. Бір бөлмелігі бір 70 мың боласындай. 50 мың, коммуслугамен 60 мыңға болады. Бір бөлмелі пәтерді бұдан 2 есе төмен бағаға жалдап тұруға болады. Мұндай пәтерлер жоқ емес, бар. Мемлекетіміз жаңа үйлерді салып беріп, жалға беруде. Әрине тиімді деп ойлаймын, 40 мың мысалы. Болса тұрар едік біз. Ол енді қанша дегенмен адамның жағдайына байланысты кім қанша ақша атауыңыз көп болса 30 мың, 35 мың жыл дұрыс болатын шығар. Тиімді болар еді, чем 60 мыңнан қарағанда. Негізінде мемлекет экономикалық қиындықтарға қарамастан тұрғындардың ең басты арманын, баспана мәселесін шешу үшін биыл 360 миллиард теңге бөлді. Еліміздің тұрғындарын қолжетімді баспанамен қамту үшін барынша жағдай жасауда. Осы дұрыс па? Әрине салсын, және де біздің жас отбасылардың қолжетімді баға болса, әрине құптар едік. Ол осы қоғамдық өмірдегі ең өзекті нәрсе ғой, өйткені үй жоқ, жай жоқ адамдар көп қой. Олардың ішінде енді әртүрлісі. Пәтер мәселесі шешілмейді бізде. Көп нәрсе шешілмейді ғой. Қысқасы, ұзын сөздің қысқасы. Жалға беру пәтерлер көбею керек негізі үкіметтен. Сатылуға қойғанша. Сатылуға біреудің шамасы жетеді алады, біреудің шамасы жетпейді алмайды деген сияқты. Негізінде арман алға жетелейді. Тұрғын үй құрылысын ынталандыру арқылы өзге де экономикалық мәселелерді шешетін боламыз. Құрылысқа қажетті материалдарды сырттан емес өзімізде шығару арқылы өзге өндіріске қан жүгіртеміз. Мыңдаған жаңа жұмыс орындары ашылады. Негізінде құрылыс экономиканың қозғаушы күші болып табылады. Мы должны увеличить объемы строительства жилья и соответствующее направление денег. Для дальнейшего стимулирования жилищного строительства я поручил правительству. Вы знаете, что из национального бонда каждый год на Нурлы жолы выделяется по 3 миллиарда. В 2015 году мы 3 миллиарда освоили. В 2016 году 3 миллиарда, в 2017 3 миллиарда. Я разрешаю 1 миллиард долларов 2017 года перевести на 2016 год. Это 360 сейчас, да, по теперешнему курсу. 360 миллиардов тенге. За счет этого переноса на этот год и продолжать масштабное строительство арендного жилья, самого выгодного, необходимого. Особенно обращаю внимание, что стоимость жилья должна быть социально ориентированная. Там были цифры по Байтереку для Астаны и Алматы там по 200 тысяч, да? 180 тысяч, по остальным регионам по 160. Негізінде мемлекеттің қолжетімді бағдарламасы арқылы ақшаңыз далаға кетпейді. Яғни жалға алған пәтерді түбінде жекешелендіруге де болады. Қайткенде де мемлекеттің жалға берілетін баспанасы өзге пәтерлерден анағұрлым арзан болмақ. Біреудің қалтасын толтырған пайда емес, шынында да өзінің қалтаңа шешкен. Әйтеуір қанша берсең де өзіңе түбінде өзіңе болып қалады. Өз жеке меншігің, өз меншігің. Кейін өзіңе балаңа қалады деген сияқты. Жаңағы жалға тұрып, төлеп, аяғында өзінің үйіне қалатына тиімді деп ойлаймын. Ол бәрібір де өзің төлейсің, сонда өзі үйін болып қалады. Сол жақсы деп ойлаймын. Қазақтың басты мәселесі баспана шешілсе, қазақ елінің өзгеде мәселесі шешілмек. Дәл қазір Ғани Өтепбайұлы мен қорытынды жаңалықтар.